Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге брифинг өтетін боламын. Брифинг дегеніміз не? Брифинг дегеніміз сізге келген кәсіпкерге яғни сұрақ қою. Кейбір таргетологтар айтады ғой, маған клиент келді, бірақ мен онымен сөйлесе алмаймын, қорқамын, қандай сұрақтар қоямын деп. Дәл осы брифинг сіздер білгеннен кейін не деп сұрақ қоямын, қорқамын деген өздеріңіздің қорқыныштарыңыздан арылатын боласыздар. Брифинг бізге не үшін қажет? Ең бірінші, кәсіпті тереңірек түсіну үшін. Ешқайсымыз, мысалы, мебель на заказ жасап көрген жоқпыз. Одежда сатып көрген жоқпын, мысалы, мен обувь сатып көрген жоқпын. Торт, свадебный, көйлектер, очки, сумка, строительный заттар, недвижимость, машина, иә. Мұндайды мен ешқайсысын жасап, сатып көрген жоқпын. Не менің туысқаным, не мамам, не папам, не жолдасым, иә. Ал енді біз оның ешқайсысын жақсы білмейміз. Сол үшін де ол бізге келген товарды, яғни біз оны рекламаға жасаймыз ғой, өтімді етіп. Рекламамыз өтімді болу үшін клиенттен өзінің товары жайлы, өзінің услуга жайлы біз сұрап түсініп біліп алуымыз қажетпіз. Яғни брифинг бізге кәсіпті тереңірек түсіну үшін қажет. Екінші, дұрыс офер құрастыру үшін қажет. Сіз сізге келген клиенттің услугасын немесе товарын тереңірек түсінген сайын сізге уже неше түрлі идеялар келіп, неше түрлі оферлар, уже идеялар келе бастайды. Одан кейін клиентіңіздің мақсатты аудиториясы кім екенін біле бастайсыз. Кімдерге арнап, мен былай ұсыныс жасасам болады, былай ұсыныс жасасам болады деп мақсатты аудиторияны таныған сайын біз оған болына, мақсатты аудиторияның болына дәл тиетін ұсыныстарды да жақсы жасай аламыз. И келесі, конкуренттерге анализ жасай алу үшін. Ал енді брифингте нақты қандай сұрақтар қойылады? Брифингте клиентке қойылатын сұрақтар. Ең бірінші, компанияның аты, мебель на заказ ба, немесе женская одежда ма, женская одежда болса қандай, мебель на заказ болса қандай, соны айтады. И одан кейін брифинг жасағанда сіздер видеозвонокпен, немесе былай телефонмен, немесе форма біз жасаймыз. Сол форманы жіберіп, клиентіңіз дәл осы сұрақтарға нақты жауап беру арқылы брифинг өткізе аласыздар. Нарықта жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Біз, мысалы, 10 жыл, 18 жыл, 20 жыл шығар, может, 1 жыл дейтін шығар, может, енді ашылып жатқан шығар, Біз клиенттің қаншалықты ұзақ уақыт бойы айналысып жатқан, қанша уақыт істегеніне байланысты бізде ол кісінің өнімін жақсы түсінетін боламыз. Сіз іштей білуіңіз керексіз, Мысалы, 20 жыл, 18 жыл деген, все, бұл кісінің, значит, өзінің аудиториясы да бар, отзывтары да болу керек. Мен қазір отзыв видеода сұраймын, андай да сұраймын, мындай да сұраймын деп, уже сіз алдағы планды уже ойлап біліп отырасыз. Рекламада нені жарнамалағыңыз келеді? Мысалы, мебель на заказ келді, женская одежда келді деп, так еткізіп біз жібере салмаймыз. Біз нақты білуіміз керек. Может, женская одежда сататын кісі сізге келіп тұр, себебі қазір көктем, қыстық астатық заттарын сатқысы келіп жатқан шығар. Немесе керісінше, маған скидка керегі жоқ, ол заттарды өзім-ақ 80-70% скидка, өзім-ақ сатам, маған новинка товарларды сату керек деп жатқан шығар. Мебель на заказ жасайтын клиент, ол бүкіл мебель жасамайды, ол только корпусный мебельді ғана жіберсеңіз дейтін шығар. Сол үшін де нақты нені жарнамалағыңыз келеді, соны біз біліп алғанымыз дұрыс. Таргет жіберіп көрдіңіз бе? Біз білуіміз қажет, біз алдында таргетологы болды ма, болған жоқ па? Болса, таргетологпен жұмыс жасаса, неге ол таргетологпен жұмысын аяқтады, жұмыс жасадым дейтін болса, алдыңғы таргеттен нәтиже қандай болды? Нәтиже көрдіңіз бе? Күндік бюджет қаншаға қойылды? Қанша заявка келді? Алдыңғы таргеттің отчеттары бар ма? Біз осыны біле алуымыз керекпіз, яғни сұрақтар қою арқылы. Келесі, GIF немесе бот арқылы келген подписчиктер бар ма? Алдында да айтқанмын, GIF ботқа қатысқан, яғни подписчиктер болатын болса, олар, яғни алдағы таргет жібергенде де, біз пользовательский аудитория жасап, лал аудиторияларға ретаргет жасап жібереміз. Сол кезде уже ондай біз аудиториялар, мысалы, создать ете алмаймыз. Ал егерде GIF-ботқа қатысқан жоқпын, живой дейтін болса, онда более жақсы деген сөз. Мақсатты аудиторияңыз кім? Клиенттен артық өзінің мақсатты аудиториясын ешкім нақты білмейді.
Мақсатты аудиториясы может только ерлер шығар, может только әйелдер шығар. Мүмкін ол кісінің аудиториясы кішкентай балалар шығар, иә. Немесе ол кісі андай санатория шығар, мысалы, сондай ниша келуі мүмкін. Ол кісілерде кішкене денсаулығында ақауы бар кісілер болуы мүмкін. Немесе медицинский центр, стоматология нишасы. Сол үшін біз клиенттің мақсатты аудиториясын біліп алуымыз қажетпіз. Инстаграмда бақылап жүрген топ 3 конкурентіңіз. Мысалы, таргетолог ретінде мен де басқа таргетологтарды қараймын. Жоқ дегенде бір таргетологты мен қараймын поиск жазып іздеп. Оны мен конкурент ретінде қызғанып емес, оның маған жіберген, оның маған жасаған рилстары ұнайды, оның маған толтырған хайлайтстары ұнайды, оның маған сторис жүргізгені ұнайды, жүріп тұрған рекламасы қайта-қайта маған шығады, маған оның жұмысы ұнайды. Мен де солай қылып жасағым келеді, мен қызығамын. Менің де парақшам осы кісінікіндей болса екен деген сияқты. Сол үшін де кез келген нишада кім болмасын өзінің конкуренттерін қарап отырады. Қызғану мақсатында емес, ол қызығып, может осындай болса екен деп. Сол үшін де біз клиенттің конкуренттерін сұрап алғанымыз жөн, чтобы клиенттің нақты қалауын білуіміз үшін. И рассрочка қарастырылған ба? Оны да біліп аламыз, чтобы рекламада қолдануымыз үшін. Жарнамаға қанша бюджет жұмсай аласыз? $10 дей ма, мысалы $30 дей ма, $5 дей ма, $5 десе біз айтамыз, хотя $10 бастайық деген сияқты. И одан кейін бюджет көп қойылған сайын біз макеттердің де количествосы соншалықты көп бола береді. Соны естеріңізде сақтаңыздар, яғни жұмысыңыз да көбейеді. Өніміңіздің немесе қызметіңіздің орташа чегі қандай? Біз чекті біліп алуымыз керекпіз. Неге? Мысалы, мебель на заказ жасайтын клиент келсе, оның средний чегі 500 мың мен 700 мың арасы. Реклама жібердік, 500 мың мен 700 мыңның арасы. И оған келіп атқан заявкалардың, лидтің құны $2,5 и $3 құраса, значит, ол нормально деген сөз. Себебі оның средний чегі 500 мың мен 700 мыңды құрап тұр. Түсінікті ғой, осы үшін біз міне дәл осы сұрақтарды біз брифингте клиентке қоятын боламыз. Ал енді брифингті біз қалай жасаймыз? Біз оны форма ретінде жасап ала аламыз. Google-ға кіресіздер. Google-ға кіреміз. Google-дан осы Google-дан менюді басып, осы жерден форма дегенді аламыз. Контактная информация дегеннің үстін басамыз. Мына бізде ашылды. Енді осы жерден контактная информация дегеннің үстін 2 рет басып, мысалы, мен өзім бүйтіп жазып қоямын да, Сабина таргет деп қоямын, чтобы нақты білу үшін клиентте бұл меніңкі екенін. И енді клиентке қойылатын сұрақтар, мына жерде имя деп тұр ғой, бұны өшіреміз да. Енді компанияның аты, одан кейін мына жерде мына текст деп тұр ғой, бұл жерде текст дегенді абзац дегенге өзгертіңіздер, себебі клиентіміз жазалады да, сонда ұзақ қылып ойындағысын жазалады. Келесі сұрақ, өшіріп тастаймыз. Бұл жерде жарнамада жарнамада нені жарнамалағымыз келеді? Мына жақта да текст абзац деген таңдаймыз. Одан кейін мақсатты аудиторияңыз кім? Жаңағы брифингте айтылған сұрақтардың бәрін осы жерге жазып шығамыз. Мақсатты аудиторияңыз кім? Сосын текст абзац деп тұр. И одан кейін мына жерде енді бітті ғой, енді мына жаққа тағы да жалғаймыз. Плюсикті бассақ, бізге тағы да окошкалар ашылады. Таргетологпен жұмыс жасадыңыз ба? Алдында реклама, таргет рекламасын жасадыңыз ба?
таргет рекламасын жасаттыңыз ба? И осы жерде де міне текст абзац деп осыны қойып қоямыз. Енді мына жақта тағы да плюсикті басамыз. Нәтижесі қандай болды? Реклама нәтижесі қандай болды? Нәтижесі қандай болды? Одан кейін рекламаның отчеты. Реклама отчетын дегіші қойшы. Реклама. Реклама отчеты бар ма? Мына жақта текст абзац дегенді таңдаймыз. И тағы да плюсикті басамыз. Күндік қанша бюджет, рекламаға қанша бюджет жұмсай аласыз? Рекламаға қанша бюджет жұмсайсыз? Одан кейін кемінде 3 конкурентіңіз. Кемінде 3 конкурентіңіз. Міне, осылай мысалы брифингтен жаңағы дәл мен жаңағы көрсеткен сұрақтардың бәрін дәл осылай барлығын жазып шығасыздар. И текст абзац дегенді қоюды ұмытпаңыздар. Міне осылай бір рет қана осы бриф формасын толтырып қойғаннан кейін бұны кез келген клиентке дәл осы дайынын копировать деп клиентке жібере бересіздер. Енді оны қалай жібереміз? Мынаны басамыз. Біз енді доступ беруіміз керекпіз. Яғни кім көреді біздің рекламаны? Міне, все, у кого есть ссылка. Егер осы ссылканы сіз кімге жібересіз, сол адам ғана көре алады. И мына жерден копировать ссылку дегенді басамыз да, WhatsApp-тан осы ссылканы клиентке жібереміз. Осы арқылы клиентіңіз көріп, мына жерге ответтерін толтырып жібереді. И келген ответті мына жерден, осы жерден көресіздер. Клиент толтырған жауаптар осы жерден сіздерге шығып тұрады. Немесе сіздер оны таблицаға да жасап қойсаңыздар болады, уже создать деп таблицада жасап, таблица арқылы да көріп отырсаңыздар болады. Міне, брифинг дегеніміз осы, дәл осылай өздеріңізде қайталап жасаңыздар.